Ассалаумағалейкум құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Спорт 12-де кезекті шығарылым. Бүгін біз жазғы трансферлік дәрежеде болуы мүмкін деген трансферлер туралы әңгіме айтатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз. Айтпақшы, дәл осы біздің телеграм арнамызда Чемпиондар лигасының финалын әлемнің барлық жерінен көре аласыздар. Ол үшін сілтемеден кірсеңіздер болады. Спорт 12-ге тіркеліп алыңыз және YouTube-қа тіркелуді ұмытпаңыз. Шығарылымды Де Брюйнеден бастағымыз келіп тұр. Де Брюйне білесіздер, кеше командамен қоштасу рәсімін өткізді. Соңғы ойын болды. Жалпы Де Брюйне де 33 жасқа келіп қалды. Қазіргі уақытта 2015 жылы дәл осы Манчестер Ситиге келіп қосылған. Содан бері Манчестер Сити сапында 421 матч өткізді. 108 гол, 177 ассист берген және 16 түрлі трофей ұтып алды. Манчестер Ситидің легендасы десек болады. Оның пастарын айтыңыз, ойынға шыққан кезде ойынды өзгертіп жібереу жағынан бәріміздің есімізде қалды. Алдыңғы жыл Кросс өзінің карьерасын аяқтады. Енді Де Брюйне карьерасын аяқтаған жоқ, бірақ Ман Ситимен келісім шартты ұзартпады. Дәл осы Де Брюйне қайда барады деп ойлайсыздар? Қазіргі уақытта басылымдардың айтуы бойынша бұл Де Брюйне Сауд Арабиясына немесе ақш-тың MLS-не барады деген ақпараттар бар. Бірақ менің өзім жеке ойым, Де Брюйне 33 жаста жарақат алды, ойынға жақсы қосылып жатыр. Менің ойымша Сауд Арабиясына барып ақша жасап қайту керек қой. Роналдоның қасына барып. Мен жаңа ғана бір ақпарат оқыдым. Дәл осы Де Брюйненің кетеді деген естіген арабиялықтардың клубтары Аль-Хилаль, Аль-Иттихад командалары Де Брюйнені өз командасына көргісі келеді екен. Бірақ әлі нақты ұсыныс жібермеген. Не дегенмен Де Брюйне деген өте аңыз десек болады. Соған байланысты Де Брюйнеге дәл осы Иттихад стадионының алдынан ескерткіш орнатылады деген ақпараттар да бар. Осындай аңыз ойыншыны құрметтеу керек, сыйлау керек дегіміз келеді. Енді Реал Мадрид туралы айтайық. Реал Мадридте білесіздер, бразилиялық 24 жастағы сұмдық матч ойнайтын, кез келген жағдайда қиын матчтарда командасы үшін жанын беріп ойнайтын бір ойыншы бар. Бірақ сол ойыншыны өзінің командасына көңілі толмай жатыр. Көбінесе қосалқы құрамда қалып қойып жатыр. Қосалқы құрамнан шықпай жатыр. Керек кезде, жақсы ойнап жатқан кезде ауыстырып, басқа ойыншыны шығарып жатқандықтан дәл осы Реал Мадридке, корольдік клубқа көңілі толмай жатыр екен. Кім туралы айтып жатқан өздеріңізде сезіп тұрған шығарсыздар. Әрине Родриго туралы айтып жатырмыз бұл жерде. Родриго өзінің соңғы сұхбатында айтқандай, командаға көңілім толмайды деген сияқты дәл осындай ақпараттар айтылды. Ал неге көңілі толмайды ол? Себебі көп, жаңа ғана айтқандай, қосалқы құрамда көп қалып қойып жатыр. Бірақ жарақат алды. Соңғы 2 жаттығуға қатысқан жоқ. Біреуінде ыстығы көтеріліп кетіп, Карло Анчелоттиден сұранып кетіп қапты. Былай ғой, сіз жұмыстан сұранасыз ғой, мен үйге қайта берсем бола ма, басым ауырып жатыр деген сияқты. Тура осылай басы ауырып, қызуы көтеріліп үйіне кетіп қалған. Командамен жаттығу өткізу мүмкін болмапты. Енді Родригоның бразилиялық шабуылшының агенттері жұмыс жасап жатыр екен. ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сити мен дәл осы Манчестер Сити Родригоны өзінің командасында Гвардиола көргісі келеді екен. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Манчестер Ситиге барып Родриго ойнап кете ала ма? Сондай-ақ Арсенал клубы да қызығушылық танытып жатқан екен, зеңбірекшілер. Енді ол жақта негізі оның дәл осы позициясында Манчестер Ситиде Фоден бар болса, ал Арсеналда Сака бар демекші. Саканың Фоденнің орнын баса алама. Негізі Родриго деген өте жақсы ойыншы ғой. Алонсоның тактикасына да дұрыс келмей жатқан деген ақпараттар да бар. Басылымдар сөйтіп жазып жатыр. Себебі Хаби Алонсо деген ол 3 шабуылшымен ойнағандықтан дәл осы Родриго тағы да көлеңгеде қалып қоятын сияқты. Сондықтан қазіргі уақытта тез командадан кетудің жолын қарастырып жатыр екен. Сонымен қатар тағы да трансфер маркеттен 100 миллион евроға бағаланып отыр. Бірақ Реал Мадридке барып
сіз түсіресіз ба десеңіз, түсіріп те беруі мүмкін. Дәл осындай ақпараттарда бар. Енді қай командаға нақты баратын әлі белгісіз, бірақ кетуі мүмкін. Дәл осындай болжам бар. Сондай-ақ Арсеналдан бөлек Родригоға Челси клубы да қызығушылық танытып жатқан екен. Челси клубы көп ойыншы сатып алып жатыр. Енді Родригоны өз командасында көргісі келеді екен. Енді қай командаға баратын әлі белгісіз. Ендеше тағы да бір мәселе, тағы да бір ақпарат. Нико Вильямс деген ойыншы бар, Атлетикте ойнайды. Дәл осы ойыншы Реал Мадридке келуі мүмкін екен. Қазіргі уақытта 50 миллион евроға бағаланып отыр. Дәл осы трансферлік терезеде бұл жүзеге асатын болса, точно Родригоға кетуі керек болады. Менің ойымша, Родриго бұл кезде тағы да қосал құрамда қалып қояды. Сондықтан команда іздей бергені дұрыс шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментарияға жазыңыз, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Тағы да бір трансферлік терезеде болатын тағы да бір жаңалық десек те болады. Дәл осы корольдік клуб деген Хаби Алонсо келген кезде бұлай айтқан сияқты ғой. Мен келем, мен трансфер жасаймын, мен айтқан ойыншыларымды алып бересің, мен толық бір команда жаңадан жасақтап шығам, сондай болса ғана келем деген сияқты келе сала трансферлік терезеге кіріп, мага дүкенге кіріп, сат алған сияқты ойыншыларны қарап алып жатыр. Реал Мадрид тағы да Байерді ойнаған, жоғары деңгейде ойын өткізген, керек кезде ойыннан таба алатын, дәл осы ойында командаластарымен жақсы ойын өткізе алатын тағы да бір ойыншыны қатарларында қосқысы келіп отыр екен. Флориан Вирс деген ойыншы бұл. Білесіздер, Байерде өте жоғары деңгейде ойнағанын хабарларыңыз бар, көрдіңіздер. Енді бұл 100 миллион евроға бағаланып отыр. Реал Мадрид Родригоны 100 миллионға сатса, сонда сразу бұл 100 миллионды осы Вирсқа беріп тастайын деп жатқан жайы бар екен. Естеріңізде болса, бұған дейін Бавария, Ман Сити сияқты топ клубтар қызығушылық танытқан бұл германиялық ойыншыға. Бірақ та Ман Сити бас тартты, жарыстан шығып қалды. Енді Реал Мадрид өзінің қатарына қосайын деп жатыр. Білесіздер, Хаби Алонсо хабарласып, Реалға келесің ба? Келсең де келесің, келмесең де келесің деген сияқты ғой. Осы бұл айтқан кезде. Тағы да бір айтайын деген мәселе. Жас кезімізден бастап дәл осы ойыншының ойынын көріп өстік, армандадық. Мен әлі күнге дейін армандаймын, шынымды айтсам. Дәл осы ойыншымен кездесуді стадионнан тұрып, ладно, фотоға түспей қоя салайын, просто ойынын көрсем деп армандайтын бір ойыншы бар. Ол ойыншыда қазіргі уақытта білесіздер, ойыны жүрмей жатыр, маңызды матчта гол сала алмай жатыр. Өзімен өзі сөйлесіп кетті соңғы ойында. Бұл кім екенін де түсініп тұрған шығарсыздар. Бұл әрине Роналдо. Роналдо Аль-Насрдан кетуі мүмкін. Қайда кетуі мүмкін? Бұл мәселе білесіздер, өзінің алғашқы бастаған клубы Спортингке кетуі мүмкін. Дәл осы естеріңізде болса, Азия чемпиондар лигасына ұшып кеткеннен кейін командамен дәл осылай отырып жиналыс болған сияқты. Сол ойында Роналдоға біраз сөздер айтылған болуы мүмкін. Сондай-ақ жанкүйерлер жағынан да білесіздер, негатив болып кетті, көп ақпарат. Роналдо керек емессің деген жағдайлардың барлығы әсер еткен болуы мүмкін. Қазіргі уақытта контракты тоқтап тұр, 2 жылға жасалатын, оның барлығы әлі белгісіз, жасаланбай ма. Негізі мен ойлағам, дәл осы Аль-Насрда жүрген кезде, мүмкіндік болып тұрған кезде мен барып Роналдоның ойынын тамашаласам, стадионнан көрсем, ләззат алсам деп. Енді сол орындалмай қалуы мүмкін, себебі Спортингке ауысуы мүмкін деген ақпарат бар. Бірнеше сұхбаттарында анасы да айтқан ғой, мамасы айтқан, мен баламның карьерасын аяқтайтын кезде дәл осы Спортингте аяқтағанын қалаймын деп. Енді мамасының да айтқанын орындап жатқан шығар. Енді Роналдо, білесіздер, мамасын өте қатты құрметтейді. Сондай жағдайлар бар. Алдыңғы жыл Реал Мадрид чемпион болса, 30 жылы Барселона чемпион болды. Чемпиондар лигасында Интерден ұшып кетті. Енді
Барселона сапында да, Барселона командасында тағы да бір Рафиня кетеді, Рафиня керек емес деген ақпараттар таралған еді, бірақ бұл ақпараттар жоққа шығарылып, Рафиня дәл осы Барселонада 2028 жылға дейін қалатын болды. Филик деген Рафиня бізге керек, ойынды жүргізе алады деген сияқты Рафиняны келісім шартын созған екен. Ендеше Рафиня дәл осы Барселонада ойынын тағы 28 жылға дейін өткізбек. Тағы да Реал Мадридке тоқталғымыз келеді. Реал Мадридтің аңызы бар тағы бір рет. Хаби Алонсомен кезінде ойнаған, Хаби Алонсоның досы десек те болады. Жақсы ойын өрнегін көрсетіп, жастарға үлгі болып келе жатқан, 39 жасқа келсе де керемет ойнап жатқан, бірақ баяғы хорватиялық бұл орталық қорғаушы Модричті айтып тұрмыз, бірақ баяғы деңгейінде емес, бірақ түсіп қалған. Бір сөзбен айтқан кезде Модрич те кетуі мүмкін. Хаби Алонсо Перестен бір жылға сұрапты, бір маусымға бізге Модрич керек деп. Бірақ әлі толық келісім шарт жасала ма, жоқ па, ол туралы ақпарат жоқ. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы Модрич командаға керек па, керек емес па? Соның барлығын комментарияға жазыңыз, және досыңызбен бөлісіңіз. Сонымен қатар, егер де Модрич кетті дейік, кеткен деді, қайда кетуі мүмкін? Мессидің қасына, Америкаға, МЛС-қа кетуі мүмкін бе, әлде Сауд Арабиясына ма? Негізі қараңыздаршы, Сауд Арабиясына барса, Де Брюйне барса, тағы да мынаяқтан Модрич барса, Роналдо, Канте, Бензема ойнап жатса, бұл айтқан Сауд Арабиясының лигасы тағы да көтеріліп жақсы болатын еді. Негізі Модрич Әл-Насрге барса, Де Брюйне Әл-Насрге барса, Роналдо, Манелермен бірге ойнайтын болса, негізі әжептәуір керемет команда болуы мүмкін. Тағы да айта кетейік достар, Роналдо дәл осы жазда бір турнирлік келісім шартпен Реал Мадридке қайтуы мүмкін дегенде бар. Клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысу мақсатында дәл осындай, қалай айтсам болады, бір турнирлік келісім шарт жасалуы мүмкін деген ақпараттар бар. Бірақ Хаби Алонсо деген ондай жағдай жасамайды деп ойлаймын. Әлде жасап қалуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Комментария жазыңыз бұнда. Жалпы сіздер тағы да қандай ойыншылар ауысуы мүмкін деп ойлайсыздар? Комментарияға жазыңыз, лайк басыңыз, досыңызбен бөлісіңіз. Айтпақшы, біз әр шығарылымда сұрақ қоямыз, сол 10 шығарылымдағы 10 сұрақтың бәріне дұрыс жауап берген бір адамға, ең бірінші болып комментарияға жазған адамның барлығын тексеріп, қарап, 50 мың теңге беретін боламыз. Көріп отқан сіз де жеңімпаз болуыңыз мүмкін. Дәл осы менің сұрағым 2012 жылы алтын допты кім алды? Комментарияға жаза кетіңіз. Ендеше каналға тіркеліңіз, Спорт 12-ның телеграм каналына тіркелуді ұмытпаңыз. Барлық трансляциялар сол жерде. Міне телеграм канал тұр. Осыған тіркеліп алыңыз. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Келесі шығарылымда кездескенше.